Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіз. Менің есімім Зәуре. Бүгін сарымсақты отырғызатын уақыт келді. Қараша айының бірі. Биыл күз жылы болды. Әлі де тамаша ауа райы күтілуде. Сарымсақты екі түрде егеді. Күзде және көктемде. Температура 10-12 градус болған кезде сарымсақты егетін уақыт болады. Одан ерте болмайды. Себебі өсіп кетіп, аяқ астынан түнде аяз түссе, үсіп кетіп, биылғы өнімімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Барлық өніміміз күйіп кетеді. Менде сарымсақтың екі түрі бар. Біреуі сорттық, екіншісі жай үйдегі сарымсақ. Сарымсақты егерден алдын Максим деп аталатын препаратты пайдаланамын. Бұл препарат жуа тектес дақылдарға арналған. 2 литрлік банкіге су құйып алдым және осы препаратты салып араластырып, сарымсақпен жуаға құйып 1-2 сағатқа қойып қоямын. Бұл препарат грибоктық аурулардан, зиянкестерден, зақымданудан сақтайды. Препараттың сыртын оқып қарасаңыз, қай кезде қалай қолдануы барлығы жазылған. Сарымсақ пен жуа егетін жерді, топырақты 1 ай бұрын дайындап қойдым. Бұл жерге қызылша мен сәбіз еккен болатынмын. Биыл жуа сарымсақ егемін. Бұл жерге арнайы жуа мен сарымсаққа арналған удобрение сеуіп шықтым. Бәрі бір түзу сызық бойымен болуы үшін жалпақ таяқпен түзу сызық сызып алдым. Арасы 10 см. Және пластик трубасымен 5 см тереңдікте жерді тесіп алдым. Себебі сарымсақты жерге тығуға болмайды. Тамырын немесе жалпы сарымсақты бүлдіріп алуымыз мүмкін. Осы дайындап алған тесіктерге сарымсақтың тіс жегін, орысша айтқанда зубчик, тығып аламыз. Барлық сарымсақтарды егіп шықтым. Және тағы бір ақпарат айтып кетейін. Сарымсақты бүтін қараймаған, зақымдалмаған болуы қажет. Барлық сарымсақтың тіс жегін бүтін екеніне көз жеткізіп барып егеміз. Сарымсақтарды егіп шықтым. Бетін тырмамен тегістеймін және жылулық сақтау үшін орыс тілінде айтқанда мульчирование, мульча есебінде опилка, талдан түскен жапырақтарды бетіне тастап шығамын. Алла қаласа келесі жылы өнім күтеміз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылыңыздар, жаңа видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.